Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 17 маусым 2025 жыл Алматы қаласы. Эфирға мынау шықпауға мен хақым жоқ. Мына бүгін Нұрбол деген ініміз, мына бүкіл жаңағы Түркістан облысынан қанша мың гектар жерді Қытайларға 49 жылға жалға бергенін естіп, қазір мен осы бүкіл дүниеден баз кешіп отырмын қазір осы күнде. Өйткені 2021 жылы осы Алматы қаласында біз марқұм Балташ Тұрсынбаев ағамыз бар, Еркін Рақышев, тағы да біраз азаматтар, Марат Тоқашбаев сияқты ағаларымыз елге танымал, Рысбек Сәрсенбай сияқты ағаларымыз, осы желтоқсаншылар, қоғам белсенділері осы жерде ел мен жер деген қозғалыс құрып, жер жесереттерге сатылмайды, жалғада берілмейді деген заң шығартқан болатынбыз. Өкінішке орай оны парламент қабылдап, президент қол қойған болатын. Жер сатылмайды, жалғада берілмейді, өз азаматтарымызға да, шетел азаматтарына да деп. Енді қазіргі таңда бұл қайсасқан Тоқаевтың. Қазіргі таңда Қытай кеше Си Цзиньпин келіп, Астана қаласында қаршадай балдарымыз ана тілін білмейді, бірақ Қытайдың тілінде сайратып жатыр. Бұл кім болады сонда отыр? Бізді кім басқарып отыр? Біз кімдерге басқарылып отырмыз деген сауал туындайды ағайындар. 2023 жылы осы Алматы қаласында қоғам белсенділері мен желтоқсаншылар атынан 3 хат жазған болатынбыз. Парламент депутаттарына, Қазыбек Исаға, мынау 3 жылда 5 жылда азаматтық беруді алып тастау, 3 айда азаматтық беруді алып тастау, одан кейін шетелге тиген қыздарды азаматтан айыру жөнінде Қарақат Әбден деген қызымызға жазған болатынбыз. 100 қарал мемлекеттік визасыз кіруді тоқтату туралы біз Мақсат Толықбай деген 3 азаматқа жаздық. Мен екеуіне жекесінде сөйлестім. Қарақатпен де, Қазыбек Исамен де. Мен олардан бес бересім, алталасым жоқ. Мынаны тоқтату керек. Қазіргі таңда көріп отырсыздар. Қытай бізге жан-жақ экспансиясы болып жатыр. Экономикалық жағынан да, әлеуметтік жағынан да, мынау жаңағы не дейді? Саны жағынан да, барлық жағынан дерлік. Мен мынау енді сәл қобалжыңқырап тұрмын. Жаңа мына нәрсені естіп көргеннен кейін шықпауға амалым жоқ ағайындар. Біраз болып еді мен шықпай кеткенмен. Бірақ өкінішке орай, мына көріп отырмыз қазіргі таңда кешегі мынау Бишімбаевтың сотын өткіздірдік. Одан кейін жаңағы Талғардағы өлтірген баланың сотын өткіздірдік. Одан ананың өткіздірдік. Мұны қаңтарды бір бәле қылып, қазір кешегі мынау екі қабат қызымызды босандырып, сол жерде онда соттатқанымызбенен халықты жан-жаққа шашыратып, 2016 жылы халық не үшін шықты? Көшеге не үшін шықты? Жер сатылмасын, жалғада берілмесін қытайлықтарға, басқа да азаматтарға да, өз азаматтарымызға да деген заң шығартып тындырған болатынбыз. Қазіргі таңда Тоқаев оңды солды беріліп жатыр. Мына жағы орысқа, мына жағы Қытайға. Тоқаев бүгін бар, ертең жоқ адам. Мына парламентте отырған депутаттар, біз тағы да бұл қатты тағы да жібергенбіз. Және де мынау жерді беруді тоқтатылсын. Сол 21 жылғы заң қайда кетті? Парламент депутаттар қол қойған, президент өзі қол қойып айтқан болатын. Енді бұл қайсасқан сонда? Қазір кеше Си Цзиньпин келді. Біз білмейміз қаншалықты ол жерге қандай қол қойылғандарын білмейміз. Көріп отырмыз. Қазіргі таңда Қытайға толық жолын ашып қойды. Біздің кәсіпкерлеріміздің барлығын жауып, қазіргі таңда барлық жерге штраф, налогты көбейтіп жатыр НДС-та. Бұның артында не тұр? Бұның артында сатқындық тұр. Ұлтты сату, отанды сату. Мына тоқтату мен талап етем Тоқаевтан. Және де парламент депутаттары қолға алыңдар мынаны. Сендер ана жерде миллион ақша алып, сол жерде біраз ұрлық қылып жатқан шығасыңдар. Білмеймін, ана сенатта отырғанда не істеп отыр? 40 адам, 46 адам ба, 40 неше адам. Не істеп отыр олар? Бір нәрсе істегенін біз көрген емеспіз. Халықтың мұңын мұңдайтын, жоғын жоқтайтын, халықтың қорғайтын, қолдайтын заң шығарылғанын көрген емеспіз. Ата заңымыздың 14 бабының 1 тармағында тұр. Заң мен соттың алдында жұрттың бәрі тең. Қайда біздің теңдігіміз? Ата заңымыздың 14 бабының 2 тармағында тұр. Заңмен жаңағы ешкімді ешқалай жағдаятқа қарай кемсітуге болмайды деп тұр. Бұл кемсітуге не? Билік басындағылар білгенін қылып жатыр. Заң мені де қорғау керек. Тек қана Тоқаевты емес, парламент депутаттарын ғана емес, ана жерде отырған құқық қорғаушыларды ғана емес. Кеше көріп отырсыздар.
Қожамжарықпен жаңағы сотталып жатқанын көріп отырмыз. Кешегі қорғаныс министрі сотталып жатқанын көріп отырмыз. Мынаны тоқтатуын біз талап етеміз. Қытайға жер берілуін тоқтатылу керек. Азаматтық беруді алып тасталу керек. 3 жылда азаматтық береді. Егер ол Қазақстанның қызыменен ба, еркегімен жаңа некеде тұрса, 3 айда азаматтық береді. Ол кеше депорт етіп келген Қытайы бар, кешеде кәрісі бар, жаңа шешені бар, ингуші бар, немісі бар, тағы басқа депорт етіп келген азаматтардың ұрпақтары келсе, 3 айда береді. 3 айда азаматтық береді. Ресей, Қырғыз, Беларусь азаматтарына. Бірақ біз нетке олардан ала алмайды. Сонда бұл не деген нәрсе? Бұл біз сонда мемлекетті кімге тапсырып отырмыз? Кімге басқарттырып отырмыз біздер? 5 жылда азаматтық беріледі. Егер Қазақстанда ол тұрақты тұрса, ол кім болса ол болсын, ол негр болса да. Қазіргі таңда көріп отырсыздар, Алматы қаласында қазіргі таңда негр де осы жерде, жебір де осы жерде жүр. Кеше Түркияда Қытайдың жансыздарын ұстады, агенттерін. Бізде неге ұсталмайды? Бізде тек қана қудаланады, біз сияқты мына қоғам белсенділері, қоғам қайраткерлері, жаңағы біздің халықтың мұңын мұңдап жоғын жоқтаған жаңа журналистеріміз, тәуелсіз журналистеріміз, Думан Мұхаммед-Кәрім деген 2-3 мәрте апарып осындай айтқаны үшін 7 жыл қамап тастады. Не үшін қамалды ол? Не үшін қамалды ол? Біреуді өлтірді ме? Жоқ, біреуді боқтады ма ол? Міне, Марат Жыланбаев деген 7 дүркін әлем чемпионы, марафоншы бауырымызда тура сөз сөйлеген үшін оны да қамап тастады қазір. Мүмкін мені де қамайтын шығарсыздар. Тура сөзді айтқаным үшін. Тоқаев бүгін бар, ертең жоқ. Ей, ел басындағы азаматтар. Мына бір Американ аты жөні есімнен шығып тұр. Данагөй кісі айтқан екен. Мынау қоғамның бұзылуы дейді. Залымдардың залымдығынан емес дейді. Мынау ақылшылардың, яғни мынау зиялы қауымның үндемегенінен дейді халықтың. Қазіргі таңда үндемей отыр. Не бір мен депутат көргенім жоқ. Не бір мына академик жаңа не дейді? Бетті қаймақтарымыз бар ғой, жазушыларымыз бар, ақындарымыз бар, жаңағы өнер қайраткерлеріміз бар. Қайда барлығы? Сенің бар, бүгін бар, ертең жоқсың ғой, айналайындар-ау. Мына ертең мемлекет қалай болады ертең? Біздің болашағымыз не болады? Ертең немерелеріміз, мен жасым 60-қа келді. Мен немерелерім кім болады ертең? Мен шөберелерім кім болады? Біз ғой өтіп кетерміз. Біз жақындап қалды уақытымыз. Не жыл жүретіміз бір Құдай біледі. Мына тоқтатуымен талап етемін, Тоқаев. Сен бүгін басын, ертең жоқсың, тағы да қайталап айтамын. Мен апарып қамап тастасын бәлкім. Мен атып тастасын. Мен сияқты тағы біреу шығар. Бірақ мен отаным үшін ризамын кетсем осы. Мына жағымыздан аэропортты да сатып атсындар. Олардың ақшасын не істейін деп жатыр. Инвестор деген нәрсені кіргізіп атсындар. Инвестициядан түсіп атқан ақшалар қайда кетіп жатыр? Күнін көре алмай жүр халық. Халықты қазіргі кедейшілік емес, қайыршылық деңгейге түсірдіңдер. Қолынан келмесе қоймайсыңдар ма мынаны? Білетін азаматтар бар ғой, не бір экономистеріміз бар, не бір ғалымдарымыз бар. Қазір жастарымыздың көбі Америка бар ма, Европа бар ма, Канада бар ма, саңғып кетті ғой, Корея бар ма? Ол неден? Мына сендердің парақорлықтарынан, сендердің кесіріңдерінен қазір Қазақстан туталақай шықты. Тұнығымызды лайладыңдар. Қазақтың қызы кім көрінген етегінде, кім көрінген жетегінде кетті. Қызы ғой мейлі, еркектерді алып ойып тастадыңдар сендер қазақтанда. Бұның барлығы неден? Әлеуметтік теңсіздіктен, жетіспеушіліктің кесірінен болып отыр осының барлығы. Мынаны тоқтатуымен талап етемін. Мынаны қолдаңыздар, құрметті азаматтар. Мына мен желтоқсаншымын. Желтоқсанда бізде Алматының өзінде 20-дан аса ұйым бар. Бірақ тек қана айтқандар әлеуметтік мәселеден аса алмайды. Ол кеше біреу анау жаңа Георгиев лентасын айтып жүр, біреу ананы айтып жүр, біреу жаңағы 2 қабат қатынды айтып жүр. Ол 2 қабат қатын не соттапты ғой ертең. Ақталынар, ақталмасы қой. Ол елдің ішіндегі нәрсе ғой. Мынау не болады ертең? Келешек не болады? Ертең қазақтың жері не болады? Қазақтың елі не болады? Отанымыз не болады? Тәуелсіздігіміз не болады? Осы тәуелсіздік үшін біз күрестік. 21 жасымызда мен 3 жыл жас өмірімді тәуелсіздік үшін сарп еттік. Біздің қанша азаматтарымыз қамалып шықты. 7 жылдан, 10 жылдан, 5 жылдан, 3 жылдан. Мүгедек болып қалған қанша мен замандастарым бар, желтоқсаншылар. Сендер неге үнсізсіңдер?
Неге ауыздарыңды ашпайсыңдар? Жаңағы 5-6 берген тиын тебеніне мәз болып жүрсіңдер ме? Мәз болмайық артамыздан қаққанға, мәз болмайық медал әкеп таққанға деген кеше шын болады ағамыз, марқұм. Мәз болмайық, мына тоқтатсын. Бұл мемлекет бәрімізге ортақ. Қазақстан ата заң 3-ші бап 1-ші тармағында тұр. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық. Қаяқта біздің билігіміз? Қайрақта біздің құқығымыз? Неге біздің құқығын таптайды Тоқаев? Тоқаев сен тағы да қайталап айтады. Бүгін барсың, ертең жоқсың. Назарбаев 30 жыл ойлансап кетті ғой. Ертең сен де сондай кетесің ертең. Сен байлап қойған жоқ. Кеткенше де қырып барасың сен бірақ. Орыста мынағын беріп атсың, Қытайға мына жағын беріп атсың, ойыңа тура келді анан анаға беріп атсың, мынаны шүле тарқатып атсың ғой. Сен бұл әкеңнің қалған дүниесі емес қой бұл. Бәріміздің ортақ үйіміз ғой бұл. Мені атып ал, сауып ал, бірақ мына тоқтату талап етемін.